Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласында әрбір адамзат туған жерінің тарихын білуге, құндылықтарын қастерлеп, дамуына өз үлесін қосу қажет деп айтылған. Қазақ халқының сан ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа мұра болып келе жатқан салт дәстүріміз бен әдет-ғұрпымыздың бір көрінісі. Сол тарихи әрі рухани байлықты сақтап, ұлы дала кеңістігінен шыққан өркениеттік жетістіктерді ұмытпау әрі дәріптеу мақсатында шыққан туынды. Бұл шығармашылық жұмысты «Менің елім» деп атадым. Бұл жұмыста фетр, тоқыма жіптер, мата және бояулар қолданылған. Шаңырағымыз биік болсын деп, бір шетінде шаңырақ бейнеленген. Ортада ерте кездегі қазақ халқының тыныс тіршілігі бейнеленген. Қазіргі кезде сол кездерден мұра болып қалған салт дәстүріміз, асыл қазына жәдігерлерімізді мәңгі сақталады деген ойдан туындаған шығармашылық жұмыс.